1 наурыз алғыс айту күні. Тарихқа зер салсақ, бұл күннің мән мағынасы тереңде жатыр. Еліміздегі барлық ұлтты бір шаңырақ астына топтастыратын Қазақстан Халқы Ассамблеясымен тамырлас мереке. Қиын қыстау заманда өзге ұлттардың өзегінен теппей, тағдыр тәлкегіне түскен талайға пана болып, бауырына басқан қазақ халқына алғысын білдіретіндер көп. Өңірдегі этномәдени бірлестік өкілдерінің айтуынша, бұл көңілдегіні білдіріп, жүректегі лебізді жеткізуге мүмкіндік беретін күн. Қазақ еліне, жеріне деген құрметінің белгісі ретінде кейбірі қазақ тілін меңгерген. Бауырсақ пісіру Мзият Схададзе үшін таңсық емес, құтты қонағына ұсынатын тағамның бірі. Дастарханның сәні. Грузин қызы тіпті қаз айналдырып ет асып біледі. Қазақтың ұлттық тамақтарын пісіру аса қиындық тудырмайды. Тек ынта мен ниет болса болғаны. Қазақ тілін үйрену де дәл солай дейді ол. Қазақ тілі өте бай, маған қазақ тілі өте қатты ұнайды. Оны үйрену қатты қиын емес. Егер адамның өзі ниеті болса, үйрене алады. Мектепте қазақ тілінде жақсы оқыдым, олимпиадаға қатыстым, орындар алдым. Қазақ тілінде үйреткен мұғалімдерге рахмет. Қазақтың бір мақалы: өнер алды бірлік, өріс алды тірлік дейді. Бірлік қандай деп болады? Қайтсе тату болады ма? Оны білмейді. Адамзатты ауызбіршілікке шақырған Абайдың 6 қара сөзін айтып тұрған Әзірбайжан қызы Зейнап Вердиева үшін білгенімен бөлісу күнделікті іс. Ол осылайша құрбы құрдастарын ұлы ақынның шығармаларымен сусындатады. Қазақ ақын жазушыларының туындыларына деген қызығушылығы 5-ші сыныптан басталған. Содан бері бір қатарын оқыған. Бағалай білгенге қара сөз бағалы қазына дейді ол. Абай Құнанбаевтың қара сөздері өте мағыналы. Оның қара сөздерінде достық, татулық, отанға махаббат туралы айтылған. Абай Құнанбаевтың көп кітаптарын оқып тастадым. Мұқағали Мақатаевтың көп өлеңдерін білемін жатқан. Илика Уканова да Абай Құнанбайұлының шығармаларын оқып, көкейіне тоқып жүр. Достылық Әзірбайжан этномәдени бірлестігінің өкілі, одан бөлек қазақтың ұлттық тағамдары және салт дәстүрімен танысуға да қызығушылығы жоғары. Қазақ халқының қыз ұзату салт дәстүрі маған ұнайды. Біздің Әзірбайжан халқының ұқсастығы бар қыз ұзату. Қазақ халқы өте қонақжай, мейірімді, тату халық. Біздің Әзірбайжан халқы солай өте ұқсастығы бар. Илика мәдени шараларға да қалмай қатысады. Түрлі тіл додаларында да топ жарып жүр. Айман Нұрмағамбет, Бейбіт Нұрсейіт, Амангелді Тұрахмет, Апта ақпарат.